Қайырлы күн баршаңызға, сәлеметсіздер ме? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ал енді біздің бүгін психоматрицамыз аяулым есімді қызды есептейміз, психоматрицада. Так, 1, 7, 0-ды қоссақ та болады, қоспасақ та болады, бірақ бізде ешқандай ой значение бермейді, сіздерге айтқаным болатынмын. Так, барлық сандарды бір-біріне қосып шығамыз. 1, 7, 1, 7, 5, 2, 3, 18. Екінші біздің жасайтын амалымыз 1-ге 8-ді қосамыз. 9. Үшінші біздің жасайтын амалымыз, бізде бірінші қосымша сан, екінші қосымша сан. Осы бірінші қосымша санды аламыз. -2 бұл Пифагор психоматрицасының формуласы, сіздер білесіздер. Алғашқы санға көбейтеміз, яғни бір түрі ол жақта. Мынаны көбейткенде 2, 18-ден 2 алғанда 16. Бұл біздің үшінші қосымша санымыз. Төртінші біздің жасайтын амалымыз 1-ге 6-ны қосамыз, 7. Сонда бізде төртінші қосымша сан шығады. Енді бұны бізде 2000-жылғыларда Бұхтиярованың методы бойынша жасаймыз. 2003 -17 -05 -18, бірінші қосымша санды аламыз. -9 -16 -7. Так. Енді 2003-тен минус аламыз 17-ні. -5-ті. -18-ті. -9-ті. -16-ні. -7-ні. Тең 1931 шықты. Енді біздің жасайтын амалымыз психоматрицаны сызамыз. Яшықтарды бөлеміз 9-ға. Енді 1-ді іздейміз. 1, 2, 3, 4, 5, Жалпы мұнда 3 бар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Бұны біз жақшаның ішіне саламыз. 2 бірлікті. Енді 2-ні іздейміз. 1, 2 бар. Басқа 2 жоқ. Енді 3-ті іздейміз. 1, 3 бар. Екінші 3 жақшаның ішіне тұрады, сонда. 4-ті іздейміз. 4 бізде жоқ. 5-ті іздейміз. 1, 5 бар. 6-ны іздейміз. 6 бар. 7-ні іздейміз. 1, 2, 7 бар. Керемет. 8-ті іздейміз. 1, 8 бар. 9-ті іздейміз. 1, 9, 2, 9, Енді мына сандардың ешқайсысы қалып кетпеулері үшін тағы қайтадан санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Астын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Өте дұрыс дейміз. Мына аяқтағы сандар мына жаққа түсті. Енді бұл кісінің мінезін қалай айтамыз? Мінезі орта деп айтсақ болады, ашушаң да емес, қатал да емес, жаңағыдай жуас та емес, керек кезінде 2 мінезде қолданылады. Бірақ уақыт өте келе, 2 екілікті көріп отырсыз, 2 бірлікті. Басшығатын характер, харизма уақыт өте келе шығады деп айталамын. Осы характермен жұмыс жасайтын болса, болашақта үлкен басшы болатын мүмкіндігі бар. Сыннан емес, мақтаудан тез өседі. Кез келген ортаға оңай сіңісіп кете алады деп айталамын. Энергия кішкене жетіспейді, физикалық тұрғыда жұмыс жасаған кезде тез шаршап қалады. Яғни қара жұмыстың адамы емес, үй шаруасында қатты жаңағыдай болады ғой, өзінің желаниесімен істейтін адамдар.
көбінесе ойланып істейтін жұмыстарды өте жақсы атқарады, қызығушылық өте жақсы. Бұл кісіге энергия жетіспейді, сондықтан да әрқашанда таза ауаға шығып, жаңағыдай энергияны жер анадан көбірек алу керек. Енді қазір көктем келді, карантин біткеннен кейін жалаң аяқ, егер жер үйде тұратын болсаңыз, жалаң аяқ енді карантин кезінде де жасауға болады. Егер жер үйде тұратын болсаңыз, осылай жер анадан энергия алсаңыз болады. Ал этаж үйде тұратын болсаңыз, тұз салып, бір пачка тұзға жаңағыдай жаман энергияңыздың бәрін сорғытып алуға болады. Жалпы сізге өте жақсы энергия сыйлайтын болады, сол кезде. Сізде енді төрт жоқ. Бұл денсаулықтан кішкене слабость бар, сонымен қатар шыдамсызсыз, все и сразу деп айтатын адамдардың қатарындасыз. Барлық нәрсенің бірден болғанын қалайсыз. Логика өте жақсы, жаңағыдай ақша табу мүмкіндігіңіз бар. Байлықтың, ақшаның потогы ашық деп айта аламыз сізге. Екі жетілік бар. Әйел бақыты сізге туғаннан берілген. Әрдайым жолыңыз болғыш, кез келген ситуациядан оңай шығып кете аласыз. Өте керемет. Жалпы жұлдызыңыз маңдайынан туған жансыз деп айта аламын. Чувство долга бар, ата-ана алдында, бауырлар алдында. Память өте жақсы. Болашақта мықты лингвист болсаңыз болады, тіл маманы бойынша, адамдарға қызмет етсеңіз болады. Аяулым, жалпы сізге ұнаса, міндетті түрде комментарий жазғаныңызды қалаймын. Болашағыңызға тек сәттілік, болашақта үлкен, биік белестерді бағындыратыныңызға мен сенімдімін. Сізде өте көптеген качестволар бар ол үшін.